Bang. Достар, қалайсыздар? Бүгін менің туған күнім. Мен қатты қуаныштымын. Бүгін енді мен туған күнімді влог етіп түсіретін боламын. Қазір енді мамам екеуміз базарға барайын деп жатырмыз. Біз қазір менің туған күнімді атап өтіп жатырмыз. Senin tuğan günün zor densallık dileymin, bakıt ömür sürgün canında bolsun deymin, aşar köngül sırın can serigin. Bugün Достар, менің туған күнім жақсы өтті. Енді сол кезде маған көптеген сыйлықтар берді. Сол сыйлықтарды енді қазір мен сіздермен бірге бөліскім келіп отыр. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші сыйлық ол менің апамнан, яғни инказан. Мынандай сыйлық. Не өте күшті, әдемі. Осындай лентамен байлап қойған. Енді оны ашамыз. Оның ішінде ең бірінші мынандай мыйлы берген. Мынандай. Сосын мынандай сабын берген. Иісі оларды өте күшті. Екеуі міне өте күшті, маған қатты ұнады. Екіншісі мындай слайм. Іңкәр менің слайм жақсы көретінімді білгендіктен маған осындай слайм алған. Міне 3 түрлі слайм. Маған қатты ұнады. Іңкәр, саған көп рахмет айтамын. Келесі сыйлық ол менің папамнан. Оның ішінде бірінші осындай конверт шықты, міне конвертик. Оның ішінде не бар екен? Достар, оның ішінде 10.000 теңге шықты, міне. Әкеме көп рахмет айтамын. Екінші оның ішінде осындай нежный деген йогурт. Әкем менің йогуртты жақсы көретінімді білген соң маған мынандай йогурт алып берді. Келесі. Осындай кукуруз. Мен осы кукурузды қатты жақсы көремін. Папама көп рахмет айтамын. Сізді қатты жақсы көремін. Келесі ол менің інімнен сыйлық. Ол осындай ашық хат жасаған маған. Мұнда конвертиктің ішінде. Оны қазір көрейік. Мындай жүрек бар сыртында, өте әдемі жасаған. Міне өте күшті, сыртын әдемі сәндеген. Ашайық оның ішінде. Оның ішінде ең бірінші маған тілек жазған. Міне осылай демелеп, оны оқып берейін қазір. Камила, туған күніңмен, сабағыңды 5-пен оқып, қызыл дипломмен бітір, ата-анаңның айтқанын тыңда, өскенде үлкен азаматша бол деген. Рахмет саған, көп сәттер. Сосын екінші, мынандай тағы да бір нәрсе, конвертик сияқты. Оны көрейік, ішінде не бар екен. Оның ішінде мынандай жүрек шықты. Міне өте күшті сәндеген, маған қатты ұнады. Сосын оның ішінде Қазақстан шоколады шықты. Міне, менің қатты жақсы көретін шоколадым. Сосын оның ішінде мынандай маған конфет берді. Көп рахмет. Саттарға көп рахмет айтамын. Мен бұндайларды қатты жақсы көремін, конфеттерді. Саттар, саған көп рахмет айтамын. Келесі сыйлық ол менің апамнан. Ажана деген апамнан.
осындай бір көк пакетке тұрады. Оның ішінде бірінші мынандай менің жақсы көретін шоколадты Чокопай деген шоколад бар. Міне соған қатты ұнайды. Осы шоколад күшті көремін. Оның ішінде мындай бір блокнот берді. Бар бетін блокнотын берді. Өте күшті екен. Міне өте күшті. Маған қатты ұнады. Сосын маған Аржан апам торт алып келді. Келесі сыйлық ол менің анамнан. Ол оның ішінде мынандай алқызыл түсті осындай орамал берді маған. Міне ол өте күшті, жұмсақ, маған қатты ұнайды. Содан соң мынандай MB компаниясының атынан осындай су ішетін. Міне өте күшті, маған қатты ұнайды. Анама да үлкен алғысымды білдіремін. Осы маған осындай сыйлықтарды бергеніне көп рахмет, анашым. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere along Осы сыйлықтардың бәрі қатты ұнады. Жақындарыма өте үлкен алғысымды білдіремін. Оларды қатты жақсы көремін. Достар, сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса лайк басыңыздар, және комментарий жазыңыздар, және біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, инстаграмымызға да жазылыңыздар. Оның ссылкасы описанияда болады. Ал ендеше сау болыңыздар. Пока!